Ассаламу алейкум, хүрметлі телевизор көруші достар. Халық қадағалауында көрсетуінің нәубеттегі санын және назарыңызға ұсынамыз. Баршаңыздың хабарыңыз бар, соңғы жылдары мемлекетімізде тікелей президентіміздің басламасыменен барлық тарауларда кең көлемді реформалар әмелге асырылмақта. Һәм олардың тек арғы көзделген мақсат болса, әлбетте халықтың разылығын тәмелеу, олардың жасау жағдайын, шариғатын жақсылау, һәм олардың тұрмысында ұшырасып отырған әрқандай машқалаға ұнамды шешім табу болып есептелінеді. Неке хабарыңыз болса, соңғы жылдары сол мемлекетімізде бұқаралар арасындағы ең көп ұшырасып отырған машқалалардың бірі болған, яғни сол өздерінің тұрақ жайларының хұжеттерін рәсмилестіру, кадастр мәселесінде сол бір қатар жеңілдіктер һәм имканиятлар жаратылмақта. Бұл бағдарда мемлекетімізде өз басымшылықпен иеленген жер учаскалар һәм оларда құрылған имарат һәм объектілерге болған құқықтарды тән алу хақындағы Өзбекстан Республикасының низамы қабыл етілді һәм бүгінгі күнде сондай бір неше жылдар давамында адамдардың тұрмысында машқала болып келе осы кадастр мәселесіндегі тұрақ жайларының хұжеттерін рәсмилестіріп беру жұмыстары әмелге асырылмақта. Хош, бұл бағдардағы жұмыстардың Қарақалпақстан Республикасында әмелге асырылуы қандай? Біз бүгінгі көрсетуімізде әйне осы сұрау дөңгелегінде сәубетлесеміз һәм студиямызға бір қатар тарау басшыларын, қанегелерін мұрат еткенбіз. Дәстеп бүгінгі меймандарымызды таныстырып өтемен. Исатай Тлеуов, кадастр агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы басшылығы. Гамзат Турдубаев, мемлекеттік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы басшылығының орынбасары. Төребек Гаифов, мемлекеттік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы бас юрист мәслихатшысы. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Неге жоғарыда айтып өттік, яғни сол Өзбекстан Республикасының қабыл етілген арнаулы низамы, бұл әлбетте сол ұзақ жылдар давамында халқымыз арасындағы ең үлкен бір мәселелердің бірі болған, сол машқалардың бірі болған, сол үй жайларын хұжетлестіру, яғни рәсмилестіру мәселесінде бір ұнамлы шешім болып қызмет етіп жатырды. Яғни айтатын болсақ, бұл мәселе әсіресе Қарақалпақстанда жүдә бір ахметлі, яғни актуал машқалардың бірі болып келатқан еді. Осы уақытқа шейін бұл низамның қабыл етілуімен қазіргі уақытқа шейін қаншадан қанша нысалардың бұл бағдардағы мұражатлары өзінің ұнамлы шешім тауып жатыр. Дәстеп, бұл бағдарда Қарақалпақстан Республикасында әмелге асырылып жатқан жұмыстар һәм олардың бүгінгі күндегі жағдай хақында мағлұмат беріп өтсеңіз, мархамат. Ассаламу алейкум. Тура енді Өзбекстан Республикасының 937 салының низамы қабыл етілді. Сол низам бойынша Қарақалпақстан Республикасының 16 районы, Нөкіс қаласы бойынша тиесілі қанегелер тарапынан қатлау жұмыстары әмелге асырылмақта. Демек, бұл неден ібарат болады? Біз бірінші кезекте 937 салының низам талабынан келіп шығып, екі басқышта жұмыс әмелге асырамыз. Демек, бірінші дала жұмыстарын әмелге асыру, даладан кейін камерал жұмыстарды әмелге асыру. Демек, дала жұмыстары болғанда сол әрбір объекттің басына барып, құрылған әрбір объектті бірме-бір өлшеп, оның қызыл сызықларынан басылап, сөйде салынған жай, оның қосымша құрылмалары, забор, әмме затын үйреніп шығып, өлшеп, дала жұмыстарын жұмақлап, әм оны камерал жұмыстарда өзіміздің жаңағы белгіленген ускат системасына кіргіземіз, әм сол жерде хұжеті бар болатын болса, бұл ускат системасында қалдырылады, ал хұжеті жоқ болатын болса, жаңағыдай өз басымшылықпен иеленген жері болатын болса, бұл этрап автоматластырылған электрон системасына жіберіледі. Енді бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасы бойынша жамысы 97508 объектілеріміз қатлаудан өткізілді. Бұл 2024-2025 жылларда 228 махалледе, 2026 жыл болса 99 махалледе қатлау жұмыстарын режелестіру, әмелге асыру белгіленген. Өзіңіздің хабарыңыз бар, 937 санлы низамменен біз қалеген жаңағы объектілерді барып қатлаудан өткізіп кете бермейміз. Оның белгіленген ереже графигі болады. Сол ереже графиктен келіп шыққан алда бір махалле басыланды, сол махалле толық жұмақлағаннан кейін барып, екінші махаллеге өту басқышы сол низамменен жақсы белгілеп қойылған. Сол үшін біз өзімізге ереже қылып алғанбыз, яғни 2026 жылда 99 махалледе, Қарақалпақстан Республикасы бойынша 99 махалледе қатлау жұмыстарын әмелге асыруымыз керек. Һәм бұл бойынша бүгінгі күнде жұмыстар тоқтаусыз әмелге асырылмақта. Соның нәтижесінде жәмі 2039 бұқаралардың мүлік құқығы, жерге болған ижара құқығы тікілеп берілді. Сондай-ақ 1739 бұқаралардың құқықтары тән алу, сол қара шығару арапасына тұрыпты, әмде 525 дана және бұқараларымыздың сол құқын тән алу, әмме басқышылары жұмақланып, сол тиісті төлемдерді әмелге асыру басқышында
тұрыпты. Енді әлбетте бұл низамда да өзіне жараса белгіленген талаплары бар, иә. Яғни айтатын болсақ, әркім өз басымшылықпен қорған объектілерін хужетлестіріп, рәсімдестіріп кете алмайды. Сол талапларынан бір мәртебе есілетіп өтсеңіз. Енді 937 санлы низамда һәммесін анық көрсетіп жазылған. Бұл жерде халық тілінде айтқанда хужеті жоқ жайлардың хужет беру мәселесі делініп жатыр. Бірақ бұдан басқа да көп тарауларды бұл өзінің ішіне алады. Мысалы үшін натура ғимараттардың айрым қысымларын, айрым бөліклеріне хужет беру имканияты бар. Бұл жерде енді ең тикарғы талаптың бірі бұл 2018 жыл 1 майға шекемге құрылған имарат 2018 жыл 1 майға шекем құрылған болуы. Бұл 2018 жыл 1 майға шекемге құрылғанлығын Өзбек космос агентлігі тарапынан электрон түрде тасдиқлап беру керек екенлігі низамменен жақсы белгілеп қойылған. Сондықтан қазір 25635 біз жаңағы көшпес мүліктерді этрап программасына өткізгенбіз. Һәм бұл тиісілі мекемелермен келісу басқышында тұрыпты, келісіліп жатырыпты. Айрымлары жаңағы айтқанымыздай низам талапларына жауап бермей тұр. Мысалы үшін қорғану зоналарында, я бірде жаңағы 2018 жылдан бер жағында салынған, ұлыма 21-ге жақын тиісілі ұйымлар бар. Сол тиісілі ұйымлардың өзінің талапларына жауап бермеген жағдайда бұл 937 санлы низамменен мүлік құқын тіктеу имканияты болмайды. Бірақ һәмме талапларға жауап берсе, бұл сөзсіз мүлік құқы тән алынып, жерге болған ижара құқы тән алынады. Енді және бір нәрсені айтып өтуіміз керек. Яғни бұл бағдарда жерге болған, немесе үй-жайларға болған, мүлікке болған құқықты тән алу бойынша президентіміздің айрықша этибарымен Қарақалпақстан үшін арнаулы бір фәрман қабыл етіліп еді. Яғни осы фәрман тикарында Қарақалпақстандағы 47 мыңнан астам, алжаспасам сондай шығар, немесе. Сондай тұрақ жайлар, 43 мыңнан астам тұрақ жайлардың сол мүлік құқын тән алу белгіленген еді. Бұл жұмыстар жұмақланды ма қазіргі уақытта? Тура енді біз 937 санлы низамдан алдын сол hürmetli президентіміздің жаңағы қолдау қуатлауы, сол жоғары кеңес басшылығының басламасы тикарында сол халықпен ұшырасып, ұшырасқан уақытымызда көп кадастр хужетлерін алу мәселелері қоралы тарапынан білдірілген уақытта сол жоғары кеңестің басшылығы үйреніп шыққанымызда Қарақалпақстан бойынша 43432 қоралардың тұрақ жайға болған хужетлер жоқ екенлігі сол уақытта біз үйренгенімізде сондай мағлұматқа ие едік. Соны hürmetli президентімізге айтып, оның 119 санлы фарманын шығарып берді. Сол фарман бойынша біз Қарақалпақстан Республикасында жұмысты кадастр органдары тиісілі тараулармен біргелікте үйреніп шықтық. Hamda 27590 fuqarolarning сол жаңағы жерге ижара һәм мүлкіне, мүлік құқын, имаратына мүлік құқын тіклеп, һәммесін қолдарына хужетлерін беріп, ол жұмыстарды толық уақытында жұмақлағанбыз. Одан кейін барып, қазір 937 санлы низам қабыл етілді. Бұл бойынша да жұмыстарын алып барып жатырмыз. Енді 119 санлы қарар мен 937 санлы қарардың низам менен о фарманның парқы 119 санлы жаңағы 27590 fuqaroga tan alganımız бұл тек қана тұрақ жай мәселелері көрсетілген. Мына 937 санлы низамда ол кеңінен жаратылған десек болады. Мысалы үшін артықша иелеген жерлері болса, натурал объектілердің қосымша иелеп жатырған жерлері болатын болса, бұнан тысқары сол өз уақытында хакімнің қарарлары, сол тиісілі жоғары тұрушы ұйымдар тарапынан тасдиқланбай қалып кеткен халатлар болатын болса, я бірде алдын сол жерді үйді меншіктестірілген уақытта өзінің алдындағы жерлері қосып берілмеген халатлар, олма соған көптеген мәселелер 937 санлы низамда кеңірек көрсетілген. Бұл бойынша бүгінгі күнде жұмыс алып барылып жатыр. Әлбетте, жоғарыда айтып өтілген фарман һәм низам тикарында әмелге асырылып жатқан жұмыстар бірінші нәубетте халқымыздың сол машқаласына ұнамды шешім, олардың сол кейпиятын жақсылауға, тұрмысын абаттандыруға қызмет етіп жатыпты. Енді айрым орындарда бұл бағдарда халқымыз арасында елең бір мәселелер, яғни машқалалар ұшырасып жатырғандығынан тән алуымыз керек. Қазір нөтішілік топарымыз тарапынан сол таярланған видео сюжет бар, сол жерден бірнеше бұқараларымыз өздері мұражат еткен, соны тыңдамасақ, соң студиямызда давам еттеріңіз пікірімізді. Мархамат. Біз қазір пайтақтымыздағы Қоскөл мақам қоралар жиынындамыз. Бұл жерде сол қожалықлардың қайсы біріне кірмейік, сол кадастр хужетлерінде
башка калалардын келип чыгып атырганлыгы менен таанышып атырбыз. Демек биргеликте оларды эле де үйрөнүү жумуштарын алып барабыз. 1990 жылы мына жайды сатып алдым, осы жерге көшіп келдім. 12 жылдан бастап кадастр алып бастадым. Кадастрда мінекей осы кезде 4 бөлмелі жайым бар еді. 1914 жылдары жауынның салдарынан алдыңғы 2 жайым құлап қалды менің. Бірақ осы аралықта мен 20 жылға дейін осы документ бойынша мен налог төлеп келдім. 16 жылдан бастап мына 2 құлаған бөлмеге мына бөлмені жайды, таза жайды салдым. Таза жайды салғаннан кейін маған 20 жыл 9 сотық жерің бар деп маған даже налог әр неңе лишний 3 сотық жерің бар деп менен 100 мыңнан ақша алды. Мен 570 мыңға шамалас ақша төледім. 20 жыл. 20 жылдан бастап жол таза неғылу дәуірі басталды деп маған 3,5 сотықке жұмақ шығарып берді. Қалған 4,5 сотығымды жолға алды. Енді жолға алсын яқшы, менің қалған жерімді өзіме беруге тиіс қой, бірақ берген жағдайда да маған аз дұрыс беріп қойған жоқ. Мен бардым, қалған жерімді өзіме бер. Мен де адаммын, мен де 90-дан алдым, мына жер мусорхана еді, келеге келтірдім, терек еттім, балдарымды осымен келеге келтірдім десе, маған ешкім үтбар берген жоқ. Президенттің қабылдауханасында да болдым. Президенттің қабылдауханасында болғанда маған кадастр бөлімдегілер, апа, сенің жерің қалып тұр ғой, сен неге бүйтіп жұмақ шығарып отырсың деді. Сөйтіп, онда маған қайтадан документтестіріп берің менің жерімді десем, бір аптадан кейін маған келіп, архитектор менен кадастрдан Азамат деген бала келіп, маған үстімен акт жазып кетті. Мен қол қоюдан бас тарттым. Сөйтіп, Собменге бардым. Содан бері менің жерім шешілмейді. Сөйтіп, суымда еді, мына ауылдың көшенің билері әзір маған көп жәрдем ретінде беріп, көшенің үйме суа кеп беруді жақсы ұйымдастырып атырыпты. Берекет тапсын. Оларды рахмет. Шарипов Полат көшеміздің бие әкеліп, мына жерде су жоқ, мына жерде су жоқ деп үлкен ұйымдастырушылықпен басшылық істеп атыр. Мен бұл адамдарға рахмет айтам. Бірақ неліктен менің қоңсыларым 6 сотықтен жер алады, жері жоқ. Адамдар 5,5 сотықтен, 4,5 сотықтен жер алады. Сонша 12 жылдан бастап налог төлеп отқан адам мен не үшін 3,5 сотық жер аламын да? 40 жылдан бері жасап келатырған бұл имарат қоңсының кадастр hüjjetlerinde кіріп кеткен. Бұның тикарғы себеплері менен қазір біргелікте танысамыз. Мың 1984 жылы. Сюжетті. Бірінші апаның мұражатын бір сөйде талқылап алсақ, яғни өзіңіз көрдіңіз, неше жылдан бері иелік етіп отқан өзінің жерін, сол кішірейіп қалғанлығын һәм бұл хақында өзінің мұражатын жолдап атыпты. Тура енді бұл Нөгіс қаласы аймағындағы Қоскөл ел атындағы жерлер. Бұлардың енді біз 2021-2022 жылдары Нөгіс қаласы, Қарақалпақстан Республикасы, Нөгіс қаласының ішінде 13 сол аймақта айрықша Өзбекстан Республикасы Министрлер кабинетінің 223 санлы қарары қабыл етілді. Һәм осы қарар менен Нөгіс қаласында сол 13 махалледе тәртіпсіз құрылған тұрақ жайларға мүлік құқын тән алу бойынша тәртіп істеп шығылды. Һәмде осы тәртіп тикарында кадастр hüjjetlері рәсмилестірілді. Рәсмилестірілген кадастр hüjjetlері һәммесі мемлекеттік бюджет есебінен қорлардың қолына жаңағы іслеп тайын hüjjet берілді. Енді бұл жерде айтып жатырмыз тәртіпсіз құрылған деп. Хақиқаттан бұл Қоскөл аймағында қоралар көп жылдардан бері жасап келатырыпты. Бұл жасап кеткен тұрақ жайлардың басым көпшілігі жаңағы белгіленген норма бойынша, я бірде жаңағы не дейміз, жаңағы проект тикарында, жоба тикарында істелінбеген. Сондықтан бұл 223 санлы қарар тикарында құрылыс министрлігі тарапынан осы Қоскөл аймағында жаңа айтылған 13 аймақта, Нөгіс қаласындағы 13 аймағында бас жобасы істеліп шығылды. Һәмде осы бас жобада әр бір қораның иелеп отырған жайынан, иелеп отырған жерінен келіп шығып, жер майданы белгіленді. Һәм осы белгіленген жер майданы бойынша кадастр hüjjetlері рәсмилестіріп берілді. Хақиқаттан біреу мысал үшін 600 квадрат метр жерді иелеп отырып,
оған 400 квадрат берген болуы мүмкін. Себебі оның ар жағында иелеп отырған 200 квадрат метр жеріне келешекте көше түсірілуі мүмкін. Тез жәрдем, пожарный машиналардың кіріп шығу деген халатлары есепке алынбаған еді алдыңғы жасаған уақытында. Сол қаланың бас жобасы істеп шығылған уақытта, осы 10 аймақтың бас жобасы істеп шығылған уақытта солардың барлығы есепке алынды һәм қазіргі айтып тұрғандай хақиқатта иелеп отырған жер майданның барлығы жүзелесіп беру имканияты болмады. Әммесі сол бас жобадан келіп шығып өзінің нормасыменен рәсмилесіп берілді. Демек, Нүкіс қаласының сол бас жобасын тасдиқланғанда бұлардың жерлеріне тәсір еткен. Тура, енді бұл айтып отырмын, 13 махалле бойынша, тек 13 махалле бойынша бас жоба істеп шығылды. 223 саналы қарар министрлер кабинетінің. 13 махалле бойынша. Тек қана 13 махалле бойынша, һәм сол әмелде пайдаланып кетірген жерлерін тикарынан соларды өзіне біріктіріп берілді. Енді бұл апамыздың және бір сұрауы, Сулаққа шекем, яғни 2020 жылға шекем, сол белгіленген жеріне төлеп келген салықлардың мәселесі қандай болады деп сұрау беріп жатыр. Салықтарына төлеп келген бойынша салық пайдаланғаны үшін жер салығын төлеп келген, бірақ ешқандай құжетке ие болмаған. Сол себепті салық кодексіне муафиқ олар үш еселенген салық мауданында төлеп келген. Бұқаралар көбінше сол 2021 жылдар үш еселенген салықтан наразы болып, көптеген мұражатлар тикарында бұл министрлік кеңесінің басламасымен бұл министрлік кабинетінің қарары қабылданып жатыпты. Бұл жерде бас жоба істеп шығылғанда 13 махалледегі тек сол тәртіпсіз түрде сол махалленің аймағындағы тәртіпсіз түрде салынған жердегі жайларға ғана бас жоба істеп шығылды бұл жерде. Бұл жерде мақсат, бірінші мақсат. Ешкімнің жайына зиян жеткермеген халда жасап жатқан жайлар бұзылмау талабыменен бұл жерде бас жоба істеп шығылған. Егер олар жаңағы құрылыс, ол бас жоба құрылыс министрлігі тарапынан істеп шығылды, ол істеп шығылған уақытта сол көшедегі бірінші пожар, өрт қауіпсіздігі, тоқлар тартылуы, сулардың тартылуы, тәртіп бойынша істеленуі әммесі назарда тұтылған еді. Бүгінгі күнгі шекемім, хақиқаттанам, еліге шекем, сол бас жоба бойынша көшелер толық ашылмаған қалатлар бар. Һәм нәтижеде бұқаралардан наразылықтар келіп жатыпты. Хақиқаттанам, кімніңдір жері сол уақытларда болмаған, бірақ 6 сотық, 4 сотық алып кеткен қалатлар бар. Бұның әммесі сол адамдардың тикарынан жасап жатқан жайларына зиян жеткермеу үшін кімнің қорасы бұзылып жатыпты, кімнің жаңадан салынған қоймаханалары бұзылды. Мәселен, қазір мына суреттен көріп тұрған болсаңыз, тәртіпсіз тұрған салон сондай көрініп тұрды. Ана көк шипырлы жаймен, мәселен, бер жағында жайға қайтып жерді бөліп беруге болады. Мәселен, бір-біріне зиян жеткермеген қалда, қаласасы сақлаған қалда. Соларды есеп қалып, өрді құрылыс бөлімін бөліп берген бас жобаны істеп шығып. Соның үшін бұл жерде алдыңғы пайдаланғанлар бойынша салықтар біздердің мағлұматлар тикарында төленіп келінді. Сол именно сол үш есе салық төлеуден наразылықтар болғанлығы себеплі бұларды құжетлестіру жолға қойылды. Бүгінгі күнде ешбірі үш есе салық төлеп жатқан жоқ. Әммесіне құжеттер берілген. Бірақ просто хақиқаттан айрым көпшілік бұқаралар біздер сол 223 саналы қарарға муафиқ 4000-ға жақын жайға құжет бергенбіз. 3978 жайға құжет бергенбіз. Соның тек қана ішінде бір жүзлегенінде сондай жер мünәсәбетінде наразылықтар болып жатыпты. Бірақ хақиқаттан көпшілік бұқаралар жаңа айтқанымдай разы хақиқаттан құжетлерін алған. Тек сол жаңағы айрым қалатларда сондай жері кем болып қалғаннан наразы болып отырыпты. Меніңше бұқаралар тура түсіну керек деп есептеймін. Себебі бір мәртелік акция болды, хабарыңыз бар, президентіміздің 24-21 саналы фарманымен. Бір мәртелік акция шеңберінде бұл Қоскөл аймағындағы жайлар қаласазық нормаларына жауап бермейді деп бәрімізден бас тартылған, құқық түлеп беру. Қазір сол 223 пенен тапсырма болған, сол жайлар бұзылмау шартыменен соны тәртіпке салу мәселесі. Сол себеплі сондай қылып біреуде артық, біреуде кем болып істеніп жатыпты бұл аймақта жайлар. Рахмет, Махаббат, сюжет жіберейік, ізінде және бұқараларымыз мұражатлары орын алған. 40 жылдан бері жасап келатырған бұл имарат қоңсының кадастр hüjjetlерінде кіріп кеткен. Бұның тикарғы себептеріменен қазір біргелікте танысамыз. 1984 жылы жайды салды. 40 жылдан бері отырып келемін. 40 жылда отырып келгенде енді кадастрға неғанда қоңсыға кіріп кеткен. Төбеден түсірген да төбеден. Біздер барсақ, кадастрды өздеріңіз неменен бөліп алың деді біздерге. Келісіменен, ол келіспеді. Енді біздер Сіздің өзіңіздің жасап отырған үйіңіз қазіргі күнде қоңсыңыздың кадастрында. Қоңсының кадастрында.
енді 40 жылдан бері осы екеуміз еші қарап жайды салдық та 84-тен бері не. Енді бүгінгі күні бұл иелеп алды. Енді мен кадастрым жоқ мына жайымның. Мен соны беруіңізді сұранамын. Бұл бойынша қай жерлерге мұражат еттіңіз? 3 жылдан бері айтсам сотқа бердім. Сот жаңағыдай немен бөліп алың дейді, бірақ бұл келісімге келмейді. Менің жайымды алуда, негізі менің жайымды бермеймін. Әкемнің салған жайы 84-ші салынған, 89-ші жылы мынаған документ, БТ-ден документ берілген де, соққа шекем әме кадастрсыз отырып еді, хүжетсіз. Міне 89-ші жыл берілген хақындағы БТ-ден берілгені. Енді осы күнге кеше президенттің қарарымен менің мына жайымның документін мына жайға бекітіп берген, жоғарыдан түсіріп, көрініп тұпты, мына шифры отдельно, мыняға менікі отдельно. Қайтып шешіп берген. Мына адамға келісімге келің дейді, бұл келісімге келмей жатыпты. Маған 6 сотик кадастр документлеп қойыпты. Бірақ неге барсам, сенің жерің 3/78 деп маған беріп қойыпты. Мен соған нетіп отпын. Бірақ қазір не бойынша менің жерім 6 сотик шығады. Қазір ona отырған жерімді. Соны маған документлестіріп берің десем, біресе архитектураға жұмсайды, біресе узгашити жаңа қазық қақтырып ал дейді. Құжет нешінші жылы берілген? Міне жазып қойыпты 22-ші жыл берілген мінекей. Низам не бойынша ала жақпан соны. Мінекей көргеніңіздей, бұл бұқараларымызға мұражаты айнан сол бағдарда, яғни сол 40 жылдан бері жасап жатырған жерлерінің сол бөлінуіндегі машқаралар. Қазіргі уақытта көпшілік бұқаралардан сондай бір мұражатлар келіп түсіп жатыр да, бұның текарғы себебі өзі неде болып жатыр? Бірінші соны айтып өтейік. Жаңа жоғарыда айтып өтілгендей, Қоскөл ел аты, осы күнге шекем 40 жылдан бері жасап кеткен болса, осы күнге шекем құжетлерсіз жасап келген, тәртіпсіз салынған жайлары. Жаңа жоғарыда өткенде қала бас жобасы істелінді, сол мақаланың бас жобасы істелінді, бас жобасы істелінген кезіндегі сол жайларды сақлап қалу тәртібіменен основной істелінген затлары. Бұл жерде жаңа жоғарыда айтып атыпты, мен 6 сотикті аламан деп. Ол тәртіпсіз иелеп алынған жерлер. Ол бас жобаға туыр келмейді. Әркім қалегенше өзінің жаңағы менің 6 сотик мына жерімді, 6 сотик мына жер деп бөлістіріп отырған болса, ол бас жобаға туыр келмей қалады. Көшеге жаңа жоғарыда айтқандай көшеге hem пожарный өту тез жәрдемдердің өтуіне тосқынлық береді. Hem газ, тоқ, сулардың тартылуына да тосқынлық етеді. Енді қазір бұл жерде жаңа айтып атыпты, менің жеріме кіріп кеткен деп атыпты. Егер біреудің өзгенің жеріне кіріп кеткен болса, жер хақындағы нелер, даулы шешімдер жер кодексінің 89 статьясына тегар суд тарапында әмелге асырса болады, судқа берсе. Рахмат төреге. Әлбетте енді бұл жерде жаңа жеріне жай кіріп кетті деп атыпты, бұқаралар көрсетіп атыпты. Хақиқаттан құжетлестіруде апрель айында қабылданған болса, август айына ешкім міндет берілген. Құжетлестіру бойынша 2021 жылда. Август айына ешкім оның бас жобасы істеп шығылады. Әрбір жай хатталаудан өткеріп шығылады. Ол қалатларда айрым қиыншылықтарға қызметкерлеріміз душ келген туырсы. Енді бұл жерде бұқараларымызда сол хақиқаттан қатешілік болған болуы мүмкін. Хақиқаттан мінекей біреудің бас жоба бойынша біреудің жері белгіленіп жатқан уақытта жаңа айтып отырды, өздері айыру мүмкін емес қалат болып тұрды. Оны шифрларымыз бөлек-бөлек, бірақ тип тұрды жайымыз деп атыпты. Сондай кемшілік болған болуы мүмкін, бірақ тәртіпсіздеп шығылған, тәртіпте құқық тікілеп берілген қалатларда әлбетте біреудің құқығына бұзбау керек деген тәртібі бар, талабы бар. Егер кімдір өзінің құқы бұзылғанын сезетуін болса, тәсір еткен болса, құқығына демек ол судқа мұражат етуге хақлы, шағым етіп. Енді бұл халатта айтып атыпты, бұқаралар судқа мұражат қылып атырып істеп атыпты. Судта тек мәселе шешіледі, өте тартысылы мәселе, егер кімдір құқы бұзылған болса. Бірақ тәртіп қазір бүгінгі күндегі 937 санлы низамымызда да, алдыңғы 119 санлы қарарымыз, парманымызда да қайсы тәртіпте болмасын, әммесінде әлбетте біреудің құқығын бұзбау керек, сол жер учаскасы, сол мүлік тартыс объекті болмау керек деген талаптар әммесінде бар, сақланған. Егер соған қарамастан сондай құқық тікілеп беріліп кеткен болып, оның ақыбетінде бұқаралардың қайсы басқа сондай халатлар жүзеге келіп жатқан болса, бұл халатлар тек суд тәртібінде шешілетінін білдіреміз. Дәстеп сұрақ, ассалаумалейкум, халық қадағалауында көрсетуі басшылары. Мен Қожаметов Ургеншбай боламан, Қараөзек районы Мәдениет ауыл бұқарала жиыны тұрғыны. Телефон нөмірлерінен қалдырған. Мен 2-ші топар майыплығым бар. Мен 18 жыл 2018 жыл болса керек енді. Кім зият аукционына қатынасып, 16-ші жер орнын ойын ұтып алды.
қазық қақтырдым. Кейін мен сол қазық ішіне топырақ үйдірдім. Кейін білсем, ол жерді басқа біреу мен алдым, менің жерім дейді. Сенікі қапталы деді. Мен де ойнап ұтып алдым дейді. Сол дұрыс па? Екінші сұрау, мен сонша уақыттан берін сол салық төлеп отырман, сонша ақшам кетті, топырақ үйдірдім. Сонда менің минетлерім, сонша ақша қаражетлерім күйіп кете береме денген. Үшінші сұрауы, мен бұл бойынша кадастр, салық, архитектура, прокуратура, хакимиятқа бардым. Нәтиже болды. Енді маған осы өз жерімді қайтарып алып беруде жәрдем берсеңіз. Төртінші сұрауы, және маған бұл жерден қарыздарлық шығарып қойыпты. Мен түсінбедім. Бұл салыққа деген екен. Жауап үшін рахмет. Мархамат. Әлбетте, ең дәслеп бір нәрсені айтуымыз керек. Har қандай шақс өзінде мүлк құқығы пайда болғаннан бастап, яғни жер учаскасына, имаратқа болады ма, мүлк құқығы пайда болғаннан бастап, бір ай ішінде мемлекеттік тізімнен өткеру үшін мұражат ету керек. Мемлекеттік тізімнен өткеру не үшін әмелге асырылады? Мемлекеттік тізімнен өткеру бұл хақиқаттан сол жер, ямаса сол мүлк, сол бұқараның екенін тасдиқлайтұғын бірден бір құжет болып есептелінеді. Яғни мемлекет таңдалатұғын құжет есептелінеді. Егер ол жерге, ямаса мүлікке болған құқық мемлекеттік тізімнен өткерілмеген болса, ол адамның құқығы елі толығымен пайда болған, яғни күшке кірген деп есептелінбейді. Бұл хақында Өзбекстан Республикасы жер кодексінің 33 статьясында һәм 31 статьяларында анық көрсетілген. Енді қазір бұқарамыз айтып жатыпты, мен аукцион арқылы сатып алдым деп жатыпты, һәм басқа бұқарада мен сатып алдым деп жатқаны бар. Хақиқаттан біздер қазір кадастр құжеттерін таярлап жатқан уақытымызда әрбір шақстан бір қарар астында қарармен біргелікте жүретін құжет бар. Яғни жер учаскасының жайласу планы, ажыратылған жердің жайласу планы. Ол жергілікті хакимият ұйымдары тарапынан тасдиқланған болу керек. Біздер әрбір бұқарадан соны талап етеміз. Һәм сол жайласу планға тура келген халаттағына біздер кадастр құжеттерін таярлап, мемлекеттік тізімнен өткеру қызметін көрсетіп береміз. Енді бұқарамыз қазір соң үшін аз бұл жерде қайсы екенін білмей жатырмыз. Егер сол жайласу планлары тақдим етсе, екі бұқара сол жайласу план қайсысына тура келсе, демек жер учаскасы соған дұрыс келгенін көруге болады. Бұл халатта біріншіден. Екіншіден, салық базасы хақында айтып жатыпты, салық төлемдері айтып жатыпты. Демек, ол салық төлеп кеткен болса, жер салығын, демек ол мемлекеттік тізімнен өткен. Яғни салық төлеудің бірден бір базасы бұл кадастр мағлұматтары болып есептелінеді. Енді салықтан қарыздарлық шығып жатыпты дегеніне келетін болсақ, жерге болған құқық мемлекеттік тізімнен өткеннен кейін барып тұрып, оған кәдімгі белгіленген ставкалар белгілеп беріледі жер салығы бойынша. Егер ол мемлекеттік тізімнен өткерілместен құр қарармен пайдаланған халаттарда алдыңғы дәуір үшін оған құжетсіз, яғни мемлекеттік тізімнен өтпегенлігі үшін, өткізбестен пайдаланғанлығы үшін, меніңше оған салық кодексінің статьясына муафиқ 3 еселенген салық миқдарын есептеліп жатыпты. Содан қарыздарлық шығып жатқан болуы мүмкін бұқараның. Жаңағы жер майданы бойынша болатығын болса, міне аз қайтарып алынды деп жатыпты. Демек, бұл тізімнен өткенігі бұл адамның енді көшпес мүлікке болған құқықтарды мемлекеттік тізімнен өткеру хақында Өзбекстан Республикасының заңында белгіленген бірінші мемлекеттік тізімнен өткергенлік бұл үстінлік принципін қолданылады, яғни үстін болады. Демек, бұл адамның мемлекеттік тізімнен өткергенлігі мінекей бұған жүда жақсы рөл ойнаған болып тұрды. Рахмет. Нәубеттегі сұрау, Нөгіс қаласы жаңа заман қол жол көшесі 64-ші жай дейді. 2022 жыл жай салдық. Жайдың хүйжетлері жалған болып шықты. Сол бойынша жай хүйжетлерін қалай аламыз? Нешінші, тек қана хакімнің жұма қарары бар. Тұрақ жайдың жер учаскасының қарарлары жалған болып шықты деп жатыпты. Әзіргі осындай юридикалық құжетлер ие болмаған, һәм тұрақ жай салғанлығы бойынша Өзбекстан Республикасының 937 салығы низам қабыл етілді. Сол низам тикарында хаттар өткізіліп, арнаулы комиссияларының жұмағыменен құқықтарын тікелей баса болады. Бірақ бір жері бар, 2018 жыл 1 май сәнесінен алдын құрылған болу керек. Егер 2018 жыл белгіленген сәнеден кейін құрылған тұрақ жайларға да мұндай мүмкіншілік беріле ма? Низамда ол зат көрсетілмеген, сол низам бойынша 2018 жыл 1 май қалатына құрылғанлығы, құрылмағанлығы бойынша Өзбек космос агенттігі тарапынан сол космик суретлерді қайтастыру жолымен анықталады. Сол жерде бір толықтырып отырсақ, енді тура айтып отырған мәселе, бұндай мәселелер тек бір санаулы адамда емес, көпшілік бұқараларда бар. Сол әсіресе Нөгіс қаласында сол уақытында
сол Нөкіс қаласынан жерлер белгіленген тәртіпте тұрақжай құрылысы үшін уақытында белгіленген нормативтерден келіп шығып, аукцион саудалары, я болмаса сол уақыттағы турдан туры беретұғын жағдайлармен уақытында әмелге асырылмағандығы себеплі адамлардың тұрақжайға деген талабы жоғары, бірақ белгіленген тәртіпте жерлер аукционға шығарылмаған. Соның үшін жаңағыдай айрым қос тырнақ ішіндегі шахыстардың жерді сол сатып кетуі, жалған құжетлерді беруі, я бірде құжетлесіп беремен жайын сала бер деген тақылыпты алдап кету халатлары жүдә көп ұшыраған. Бұндай халатлар бойынша қазірде көп жұмыслар әмелге асырылып жатырыпты. Соның ішінде жаңа қатлау жұмыслары, 2018 жылға шекенгі салынғанлар болса, ол 937 салын нызаммен алу, оның бер жағында салынғанлар болатын болса, ол 937 салыны нызамда 2018 жылдың бер жағында салынғанлары бойынша не қылу керектігі көрсетілмеген. Бәлкім енді 2027 жыл декабрь айында 937 салын нызамның мүддеті тамам болады. Сол уақытта жәмі сол 2018 жылдың бер жағында құрғанлығы себеплі, басқа да себеплі құжет ала алмағанлардың жайлардың анық саны шығады. Онда қатлауымыздан келіп шығып, содан кейін бәлкім қосымша қарар қабыл етілсе, жаңағыдай сұрауларға анық жауап берсек болады. Бірақ жаңа біздің юристіміз айтып өтті, жерге болған құқық қолға тигеннен кейін, хакімнің қарары болсын, аукцион баяндама болсын, бір ай давамында жерге иелік ету құқығы қолыңызға тигеннен кейін бір ай давамында ол мемлекеттік тізімнен өткізу шарт. Сол уақытта, құжетті алған уақытта бұл кадастр ұйымына келіп, сол қолындағы қарарына тигер мемлекеттік тізімнен өткізу керек еді. Сонда барып бұл мемлекеттік тізімнен өткізсе, ол қолындағы қарар хақиқи екенін белгілі анық болады. Екіншіден, бұл құрылысты құрмай тұрып, бір айдың ішінде істесе, жаңа не дейді, көп әме тараплеме өзінің жақсы болады. Бұл жер кодексіндегі талап, ол кеше бүгін талап қойылған зат емес, бұл ескі дәуірлерден бері, жер кодекс қабыл етілгенлі бері, сол жерге болған иелік құқы алынды ма, ол мемлекеттік тізімнен өткізу шарт. Сонда барып сенің жерге болған иелік құқың пайда болады деп көрсетілген. Егер бір айдың ішінде мемлекеттік тізімнен өткермесе қандай болады жағдай? Оның белгіленген шарасы бар. Өзбекстан Республикасы әкімшілік жауапкершілігі хақындағы нызамның 68.1 статьясы бар. Бұл статьяда сол айтып жатырды, жаңа мен айтқанымдай, жерге иелік ету құқығы пайда болғаннан кейін, оны бір ай давамында мемлекеттік тізімнен өткізу шарт. Мемлекеттік тізімнен өткізбесе, белгіленген әкімшілік жаримаға тартуға себеп болатындығы көрсетілген. Нәубеттегі сұрау, демек Қоскөл мәкан бұқаралар жиыны Сартас өткелі бірінші үй, 26-шы жайда тұраман. Ең шеткі жайда тұраман, қасында жай салынама. Яғни сол ең шет мүйіште жай жасайман деп жатыр. Егер салынбаса, терек еге жақ едім. Ең шеткі жайда тұрамын деп жатырды. Енді бұның өзіне берілген, яғни жаңа жоғарыда айтқан қарарыменен берілген 6 сотик я болмаса 8 сотик жер учаскасы болатын болса, сол жер учаскасының ішіне ғана құрылыс жұмыстарын, яғни көгілдірмеластыру жұмыстарын әмелге асырса болады. Ол жай салынатұғын, салынбайтұғынлығын ол бас жобадан көру керек. Өзіне берілген жердің тысқарысына терек еккенменен, басқат қылғанменен ол бәрібір нызамсыз іс-әрекет болып есептелінеді. Әзіз достар, есет өтеміз, біз көрсетуімізді тікелей эфир арқылы алып барып жатырмыз. Һәм бүгінгі көрсетуімізде сол нызамсыз салынған тұрақ жайларға мүлік құқығын тән алу бойынша мемлекетімізде енгізілген сол қабыл етілген нызамның ахметі, сондай-ақ сол кадастр мәселесі бойынша сөз етіп жатырмыз. Һәм бұл бойынша өзіңізді қызықтыратын сұрауларыңыз, пікір яки ұсыныстарыңыз болатын болса, мәнзілдерімізді және бір мәртебе есетіп өтемен Telegram тармағында халық қадағалауында топарымыз бар, сол жерге жазып қалдырың. Сондай-ақ студиямызға орнатылған 61 кодыменен 226 5314 телефон номеріне қоңырау ету арқылы сіз бізбенен тікелей байланысу имканиятына иесіз. Нәубеттегі сұрау Төрткүл районынан келген Рашид аға Саитовтан Ханға жолы 77 жай жайымыздың хүйжетлері жоқ еді. Қалайынша хүйжетлестірсем болады делінген. Тұран жайларды хүйжетлестіру. Жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей, сол құжетлер жоқ болатын болса, сол 937 салды нызам қабыл етілген. Сол нызамда басқыш қатлау жолыменен, махаллелерді басқыш қатлау жолымен әмелге асырылады.
сол махаллесінің реже графикарында махаллесіне барылған уақытта қатылау жұмыстарын әмелге асырылса, сол комиссияның жұмағыменен құқыларын тыңалса болады. Енді ұлма бүгінгі күнде кадастр тарауында біз білеміз, соңғы жылдары барлық тараулар сияқты бұл тарауда да санластыру жұмыстары әмелге асырылды. Бұл бағдардағы қазіргі уақытта бұқараларымызға қолайлық жарату мақсатында, яғни хüжетлерді уақытында рәсмилестіру. Енді бұрылар болады ғой, 2-3 айлап кететін хüжетлерді рәсмилестіру уақытыда, қазіргі уақытта тарауға енгізіліп жатқан мұнда инновациялық технологиялар өзінің нәтижесін беріп жатыр ма? Бұл бойынша бір айтып өтің. Қазір енді жерге болған құқық пайда болған болса, министрлер кабинетінің 535 санын қарар қабыл етілген. 535 сан қарарында сол бұқаралар мемлекеттік қызметлер орайлары арқалы, яғни MyGov бірден бір интерактив портал арқылы мұражат ету белгіленген. Сол жер учаскасының кадастр құжаттарын рәсімдестіріп, мемлекеттік тізімнен өткізу бойынша бұйыртпа берген уақытында сол 5 күн мүддет ішінде мемлекеттік тізімнен өткізілу белгіленген. Бұл бұқара бұрын жаңа сіз айтып өткендей басқа жерлерге барып жүрмейді, тек бір мемлекеттік қызметлер орайына барады, сол жерден бұйыртпасын береді, онлайн бізде кадастр органларына келеді, кадастр органлары кадастр құжаттарын рәсімдестіріп, сол қайттан сол бір айна орайынан, яғни мемлекеттік қызметлер орайынан алып кетсе болады. Қанша уақыттың ішінде бұл әмелге асырылу керек? 5 күн мүддет ішінде. Жеке тәртіпті тұрақ жайлар 5 күн мүддет ішінде. Яғни, болмаса натура ғимараттар болатын болса, объекттің үлкен кішілігіне қарап тұрып, 25 күнге жеген мүддет белгіленген. Айтқаныңыздай тура, кадастр қызметлер көрсету тәртібі 535 санлы нормативпенен белгіленген. Демек, тұрақ жай үшін, тұрақ жай құрылысы үшін, тұрақ жай құрған болса, оған құжаттарды алу болатын болса, жаңа сіздің айтқаныңыздай 10-15 күнлеп күту ондай шарт емес. Әмесі мемлекеттік қызметлер орай арқалы әмелге асырылады. Әмелге асырса бола ма? Үйінде отырып әмелге асырса? Үйінде отырып, жаңа электронный MyGov.uz деп айтамыз, сол сайт арқалы өзінің күлші арқалы тасиқлап мұражат ету үмкәнияты да бар, мемлекеттік қызметлер орайына барып мұражат ету үмкәнияты бар, үйден шықпаған халда. Демек, кадастрға турудан туры келіп, мұражат етіп, кадастр құжат алып кету үмкәнияты жоқ. Бұл системалардың әммесі тоқтатылған, әммесі ғана электронный әмелге асыру белгіленген. Сондай-ақ жаңа айтқаныңыздай, арза келіп түсті ме, келіп түскеннен кейін оның жаңағы тұрақ жай болса 5 күн мүддетте, ал натұрақ жай болатын болса, ол жайласқан натұрақ жайдың көлемінен келіп шығып мүддетлері бар. Бірақ әммесін қосқанда жаңа айтқаныңыздай бір айлап, 2 айлап, 3 айлап кадастр құжатын рәсмилестіруге уақыт кетуі ол мүмкін емес. Оның әммесі белгіленген, мүддетлер анық қылып белгіленген. Сол белгіленген мүддеттің ішінде орыланбаса, тиесілі болған қанеге жауапкершілікке тарту мәселесін белгілеп қойылған. Рахмет. Нәубеттегі сұрау Шымбай районынан келген Достық Макан бұқаралар жиыны. Аукционнан 3 жыл бұрын жер план алып едім. Бұл планыма салмасам қайтарып алама. Салықларын төлеп отырыппан делінген. Тура бұл бойынша да біз қазір Қарақалпақстан Республикасы бойынша сол тұрақ жайды алып, тұрақ жай құру мақсатында жерді алып, бірақ бүгінгі күнге шейін құрылыс жұмыстарын әмелге асырмаған объект субъектілер бойынша үйреніп шығып, қатылау жұмыстарын әмелге асырдық. Қазір біз 2500-ден астам сол тұрақ жай құру үшін жерді алып, бірақ құрылыс сол тұрақ жай үшін жер учаскаларын алған халатларды үйреніп шықтық. Соның үшінен құрылыс құрмаған халатлар бойынша жер кодексінің 36 статьясы бар, сол жерде анық белгіленген натұрақ, ауыл қожалық һәм ауыл қожалық емес мақсатлері деп екіге бөлінген. Демек, тұрақ жай салу бұл ауыл қожалық мақсатлері емес болғаны үшін бұл 2 жыл давамында құрылыс жұмыстарын сол жерді өзлестіру жұмыстары әмелге асырылмағанда жерге болған құқығы бекар етілді деп көрсетілген. Сондықтан кадастр агентлігінің инспекторлары тарапынан барып, сол архитектура, кадастр ұйымдарының тиесілі қанегелерімен біргелікте барып, сол аукционнан алған болсын, уақытында ажыратылған болсын, сол жердің басында тұрып, құрылыс құрмағандығы бойынша акт қылып, һәм бұл белгіленген тәртіпте құқығын бекарлау бойынша сотларға мұражат қылынбақта. Бұл жер кодексінің 36 статьясының талабы бойынша анық көрсетілген. 2 жыл давамында сол жерді өзлестіріп, құрылыс жұмыстарын әмелге асырмаса, жері қайтарып алынады деген. Демек, 2 жылдың ішінде құру керек. 2 жылдың ішінде құру керек.
Рахмет. Екінші нәубеттегі сұрау. Қожелі районы Оразымбетов Авизмұраттан келген. Көп қабатлы жайларда тұраман. 83 жылдан берлі тұраман. Жай хүжетлерін жойтып алдым. Қалайынша алсам болады деген хүжетлер. Жай хүжетлерін егер жойып алған болса, мемлекеттік қызметке орай мұражат қылып, біздерден кадастр хүжетлері егер сол жайға болған құн тізімнен өткен болса, дубликат хүжетлерін алуға болады. Бипыл беріледі дубликат хүжетлері. Егер кадастрдан тізімнен өтпеген жай болатын болса, ол жай қандай құжетпен тиесілі болған бұл бұқараға? Мемлекеттен меншіктестіріп алған ба, я басқа бұқарадан сатып алған ба? Сол құқық ташқылаушы құжеттердің дубликатларын алып алады. Бірінші нәубетте бұл құжеттердің дубликатларын алу баршасы мемлекеттік қызметке орай америка асырылады. Соның үшін бұл бұқара бірінші нәубетте әлбетте сол құқық белгілеуші құжетін тауып алу керек болады, дубликатын алу керек болады. Соның кадастр құжеттерінің дубликатын алса болады. Нәубеттегі сұрау Қоскөл 2 тұрғыны. Жайым көнеріп тұр еді. Қайтадан бұзып салсам, қай жерге хабарласаман? Рұқсат алуым керек пе делінген? Жайын бұзып салу бойынша жаңағы кадастр құжаттары бар болса, мемлекеттен өткізілген болса, қазіргі күнде бұзып реконструкция қылу бойынша 200 салы қарар бар министрлер кабинетінің. Сол 200 салы қарарында реконструкция қылу, я болмаса бұзып салу бойынша рұқсатнама алу керек. Ол бойынша мемлекеттік қызметлер орайына барып мұражат етеді, һәм район, я болмаса қаланың құрылыс бөлімлері тарапынан рұқсат беріледі. Сол рұқсатнамаға текар жайын бұзып салса болады. Соң рұқсатнаманы алып болған әлбетте жой бар құжетін істетеді, проект құжет деп айтады. Проект құжетін істетеді, һәм оны құрылыс бөлімдерімен келіседі. Сол құрылыс бөлімімен келісілген проект құжеті құрылысты бастау үшін текар болады. Демек, бұдан және бір қосымша айтып кететін жер, бұл жерде тура сондай халатлар болып жатып та, әзір менің жайым көнерді, орнына таза жай салым керек дейді тағын. Жаңағы өзіне тиісті жерден өзінің красный қызыл сызығы болады. Қызыл сызығының сыртына шығып кетіп салу халатлары көп ұшыраспақта да. Сол үшін жаңағыдай өзінің белгіленген нормасына текар проект жұмысларын Америка асырып, оны құрылыс бөлімдерімен келісілгеннен кейін барып, сол өзіне тиесілі болған қызыл шекараның ішінде салса, ертең тұрақ жайын бітіргеннен кейін оның құжеттерін рәсмилестіруде қиыншылықтар болмайды. Нәубеттегі сұрау Нүкіс қаласы Бозауыл Макан Тұқарлар жине тұрғынынан келген екен. Жайымыздың хүжеті жоқ. Атамның жайы болған, қайтыс болып кетті. Архив мағлұматы қарары бар. Енді дізімен өткеріп, кадастр хүжетлерін алмай атырман делінген. Бағана, енді хақиқаттан осындай мұражатлар бар біздерде. Социал тармақтарға шығып атыпты, хақиқаттан ескі қарарлары бар. Бірақ ешқандай уақытында құжеттестірмеген. Бүгінгі күнде тазадан жай салып кеп тұрған халатларым көп. Енді жер кодексіне муафық, әрбір ажыратылған жердің жергілікті хакимият ұйымы тарапынан тасdiqlanған оның жайласу планы болады. Біздер сол жайласу планына муафық болған халатта ғана кадастр құжетін рәсімдестіріп береміз. Себебі жердің шекарасын біздер сол жайласу планына қарап анықтаймыз. Себебі біздер шекарасын бұзып қоймауымыз керек. Себебі ажыратылған жер һәммемен келісіліп ажыратылған жер болып есептелінеді, оның жайласу планы болу керек. Сол жайласу планының шекаралар шеңберінде бізде кадастр құжетін береміз. Оған туры келмеген, туры келмеген халатта бізде кадастр құжетін беруден бас тартамыз. Енді қазіргі уақытта мінекей айтып жатырмыз ғой, мәселен президентіміз тарапынан қарар фарман қабыл етіліп, низам шығып, сондай низамсыз салынған тұрақ жай объектілеріне мүлік құқығын тән алу бойынша жақсы жеңілдіктер беріліп жатырды. Олма сондай-ақ сол низамсыз құрылыстардың алдын алу бойынша жұмыстар әмелге асырылып жатырған шығар. Бұл бойынша бір мағлұмат айтып өтсеңіз. Туры хақиқаттан біз тек қана жаңағы низамсыз құрылыс құрғаннан кейін барып оған шара көру текарға мақсатымыз болмау керек. Біз бірінші мақсатымыз сол бұқаралар болсын, юридик шахслар болсын, сол әрбір құрылысты бастамастан алдын белгіленген сол жерге иелік ету құқығын алғаннан кейін барып құрылыс жұмыстарын әмелге асыру мақсатқа муафиқ екендігі бойынша жаңағы тиесілі жаңағы ғалаба хабар құралдары, социальный тармақтардан шығулар әмелге асырмақтамыз. Сондай-ақ низамсыз құрылыстардың алдын алу бойынша ең текар істеп жатырған біздің жұмысымыз әрбір махалледе, мысал үшін қайсы махалледе низамсыз тұрақ жай құрылысы көп әмелге асырылды. Сол махаллені біз үйреніп шығып, тұрақ жай құрылысы үшін жерлерді аукционға шығарып беріп жатырмыз. Нәтижеде адамдар барып низамсыз құрылысты құрмастан аукционда тұрған жерді низамлы түрде сатып алып, сол жерге құрылыс құру жұмыстарын
сондай ақ натурак имаратларды мысалы үшін бизнесті рауаждандыру үшін істейтін болса да әзір аукционда турадан тура аукционға қатынасып жерлерді алу мүмкіндігі әмелге асырылмақ. Рахмет. Әзіз достар, біздерге ажыратылған уақыттан өз жұмағына жеткенлігін мәлім етіп атыртты. Әлбетте, біз көрсетуіміз давамында бір қатар бұқаралардан келген сұрауларға жауап беруге харекет еттік. Дегенмен айрым сұраулар қалып кетті. Бірақ бұны көрсетуіміз жұмақланғаннан соң келген тарау басшыларын әлбетте береміз. Көрсетілген мәнзілдер бойынша сіздерден бір жауап берсеңіз мақсатқа муафиқ болар еді. Осының менен көрсетуіміз өз жұмағына жетті. Келесі саналарында көріскенше сау саламат болың.